Айтжан Нағашыбаев 1998 жылы туған. 2 айында анасы сәбилер үйіне тастап кеткен. Әкесі хабар ошарсыз кеткен. Алғадағы балалар үйінің балалар бақшасында болып, 6 жасында балалар үйіне ауыстырылған. Мен алға балалардың үйінде болдым кішкене кезінен бастап. Выпускник Алгинского детского дома. Балалар үйіне қалай тап болдың? Тап болғанда мен мұндай нәрсені кішкене кезінен білмеймін, қалай түстім. Қанша жасында? Шамамен. Кішкене кезінен түстім да, Кенжар Жанабаевич. 5-6 сынып кезінде. 5-6 класста ма? 5-6 класста. Енді бір сұрақ қояйын, ол сұрағыма ренжімеші, ауыр сұрақ болуы мүмкін. Ата-анаңды білесің бе? Мамамды білем. Мамам қайтыс болды 2014-те. Иманды болсын. Әкең? Әкем безбеш пропавший по документации. Өзім іздедім, өзім қарадым, уточнен конкретно. Жоқ, иә? Содан кейін қазір енді сенің ет жақын бауырларың, туыстарың, нағашыларың бар ма, жоқ па? Ешкім жоқ, иә? Бүгінгі таңда Айтжан Ақтөбе қаласындағы нөмірі 2-ші әлеуметтік қызмет көрсету орталығында тұрып жатыр. Бұл орталық туралы көзі қарақты оқырман таныс. Осының алдында Жұлдыз деген 5 баланың анасында туыстары тұрғын үй дауымен осы орталыққа ақыл есі кемдеп жатқызып, балаларын жетімдер үйіне өткізген. Бірақ Жұлдыздың қолдаушылары мен журналистердің араласуымен Жұлдыз Алматыдан тәуелсіз комиссия тексеруінен өтіп, ақыл есі дұрыс, сау адам деген қорытындыға ие болып, оны амалсыз орталықтан шығарған. Аталған мекеме созылмалы психикалық аурулардан зардап шегетін, тұрақты күтім мен медициналық әлеуметтік оңалтуға мұқтаж және топтағы мүгедек жандарға арналған стационарлық ұйым. Қазіргі уақытта Айтжан 27 жаста. Ол өзін толыққанды, ақыл есі бітін қоғамда өздігінен өмір сүре алатын азамат ретінде сезінеді. Алайда орталық дәрігерлері оған ақыл есі кем, өздігінен өмір сүруге бейімсіз деген диагноз қойып, осы мекемеде ұстап отыр. Бұл жағдайға бейжай қарамайтын жанашыр азаматтар Айтжанның шынайы жағдайы ресми диагнозбен сәйкес келмейтінін алға тартады. Атқаннан 6 жыл болып отыр. Мен осы мекемеге даже согласие берген жоқпын, былай айтқанда. Жаңа мен сөйлестім басшымен, таниды екенсің, иә? Жаңа осы кісінің басқарған балалар үйінен шығыпсың. Бұл кісінің айтуы бойынша мамандар комиссия құрды, комиссия солай шешті дейді. Білесің бе сен оны, ол жағдайды? Ол комиссияның жағдайын білмеймін. Мен сол комиссияға өзімді қатысқан жоқпын. Мында да жібергенде мені комиссияға жыл сайын жібертім да. Сосын екі рет айтты маған 3-ші группа, мен өзім сұрадым, 3-ші группа беріңізші, мен жіберіңізші. Қазір сенің диагнозың қандай қойылған? Мен диагнозым қойылған қазір данный момент F28, шизофрения легкой степени заторможенности. Сыртта, мен мұнда болмағанда сыртта болды F70 деген диагноз болды. Болғандай? Умственная отсталость деген, сондай не болды. Терген ғой. На самом деле мен андай комиссия экспертизаның сотқа қатысқан жоқпын, ешқай нәрсеге қатысқан жоқпын. Жыл сайын маққа қалай мен жіберді, жыл сайын мен артынан уже онлайн даже комиссияда өткен жоқпын. Бұлай түрінде көрген жоқпын. Оның бәрін істеген Гүлсім Хамитовна, сосын анда ЦПЗ-дағы врачтардың бәрі. Жақында инцидент болды, мен сізді көрдім телевизиядан. Ана 5 баланың жетім балдар үйіне тапсырды, мамасын психушке тапсырды. Қолдаушыларға жеткен аудио және бейне материалдарда Айтжанның орталықтағы ауыр халдегі науқастарға күтім жасап жүргені анық көрінеді. Ол олардың дәрілерін беріп, тамақтандырып, жуынуына көмектесіп, санитар қызметкерінің міндеттерін атқарып жүр. Осы тұста заңды сұрақ туындайды. Егер Айтжан шынымен де қоғамда өздігінен өмір сүре алмайтын, ақыл есі кем адам болса, онда ол қалайша басқа науқастарға толыққанды қызмет көрсетіп жүр. Неліктен ол басқа науқастар секілді күтімге мұқтаж күйде емес? Айтжан өздігінен ақыл есінің дұрыс адам екендігін дәлелдеу үшін орталықтан қашып шығып әрекеттенген. Ішкі істер органына хабарласқан кезде бұны қайтадан орталыққа әкеп тастаған. Кезекті бір қашқанында ол қаласындағы құрылыс жұмыстарына жалданып жұмыс жасаған. Бірақ үнемі тығылып, қашып жүруді қаламаған Айтжан Ақтөбеге қайтып келіп, ішкі істер басқармасына хабарласқан. Олар Айтжанды алдып орталыққа қайтадан әкеп тастаған. Айтжан қолдаушылары 3 ай бірге жұмыс жасаған жұмысшылармен хабарласқанында олар Айтжанның бойынан ешбір ақыл есі кем белгілерін байқамағандарын, оның керісінше жұмысқа адал жұмысшылармен бірден тіл табысып кеткендерін айтады. Ал алғадағы балалар үйінде бірге тәрбиеленген балалар да Айтжанның қоғамда өздігінен өмір сүруге бейімсіз екендігін жоққа шығарып отыр.
Ол туралы әлеуметтік желілердегі пікірлер куә бола алады. Я выпускница Алгинского детского дома, Пепскул Мария Александровна. Вместе с Нагашибаевым Айтчаном воспитывалась и училась там. Поэтому знаю его лично с детства. Хочу сказать, что он нормальный, адекватный парень. Он не является умственно отсталым или недееспособным. Да, как и все дети в детском доме, мы иногда хулиганили. Это было обычное детство. Но это не дает и не делает человека больным или недееспособным к жизни. После выпуска он окончил колледж, жил в дом юношества и вел обычную жизнь. Но в какой-то момент его жизнь резко изменилась, его признали недееспособным. Возникает вопрос, на каком основании и как. Это вызывает большие сомнения. Айтчан сирота, у него нет близких, нет поддержки, нет связи, которые могли бы ему помочь. Именно поэтому он оказался в такой ситуации и не может самостоятельно выбраться оттуда. Мне больно осознавать, что даже те люди, которые знали его с детства, в том числе руководство детского дома, не оказывают ему реальной помощи. Складывается ощущение, что помощь лишь формальная. Я говорю только от своего имени. Но мне искренне жаль этого человека. Он заслуживает справедливости и возможности жить полноценной жизнью. Я надеюсь, что этот вопрос будет услышан. Мы живем в Республике Казахстан, где Конституция гарантирует каждому человеку право на свободу и достойную жизнь. Никто не должен быть лишен этих прав без справедливых и законных оснований. В связи с чем я хочу сказать, что, надеюсь, его слова будут услышаны президентом. В чем его вина и как он может быть недееспособным, в голове не укладывается. Да, в этой жизни никто не застрахован. Ни у кого нет гарантии на завтрашний день и вообще так на будущее. Но он нормальный парень, дееспособный, он хочет жить. Пусть ему дадут спокойно жить. И так его жизнь, как говорится, да, чуть-чуть где-то обделила, не додала ему родительской ласки, много чего не дала. Он оказался в детском доме, и это все понимаю. Уважаемый президент Республики Казахстана, услышьте этого гражданина. Он хочет жить, пожалуйста, помогите ему. Айтчан тек санитардың жұмысын жасамаған. Оның өзінің айтуынша ішкі жөндеу, тазалық жұмыстарына да пайдаланған. Ал науқастарды жұмысқа жегу қай заңмен қаралған екен? Басқа бастар болғанда, басқа бастар мені пайдалану, ремонт жағынан ішін сеуге там. Сен жұмысқа сала ма? Салап дегенде, былай айтқанда, шын айтқанда, рабство ғой, былай айтқанда. Мына жақ па? Иә, жұмыс кезімізде болды сондай. Журналист Руслан Өтепбайға берген сұхбатында Айтчан өзі сияқты жетімдер үйінің тәрбиеленушілері осындай жұмысқа жегілген. Бар, мен Русупов Қуантай деген бала бар, Астанадан көшіп келген кезінде. Бижанов Игорь деген бар, Надя Бездолева деген бар, Салтымұратов Саид деген бар, Чернигин Сергей деген сол орыс бала бар, бәрі жетім баладан. Шолпан Бабенова деген. Не себепті сен ойлайсың олар заңсыз деп? Не себеп дегенде, қазір айтамын ғой, себепте олар сотқа қатысқан жоқ. Әрбір нәрсеге любой адам қатысу керек. Мәселен 18 толған үшін заң бойынша. А біз ондайға қатысқан жоқпыз. Сырттарынан шешім шығарасыз ма? Біздің сырттарымыздан шешім шығарасыз. Тағы бір алаңдатарлық жайт Айтчанның тәуелсіз медициналық сараптамадан өтуіне орталық тарапынан қарсылық көрсетілуі. Бұл әрекет оның азаматтық құқықтарын шектеу емес пе? Егер бәрі заң аясында болса, неге ашық әрі тәуелсіз тексеруге мүмкіндік берілмейді? Құжаттарын дайындау керек, оңай емес, оған жаңағы неге қою керек? Шамамен қанша уақыт күтеміз? Енді мен айта алмаймын оны. Бұл сұрақ кім айтылады, мен соған барайын. Кім жауап бере алады бұл сұраққа? Оған деген енді жаңағы ақ бала жауап бере ала ма?
ол да жауап бере алады, ол да жұмыстанып жатыр, олар да жаңағы не дейді, жаңағы ходатайство ма қалай, медико-педагогическая комиссия оның несіне тапсырамыз, құжаттарын бәрін дайындап жатыр, содан кейін олар қарастырады, олардың өзінің графигі бар, өздерінің жұмысы бар. Айтжанның өзі де, қолдаушылары да Ақтөбедегі аталмыш орталықтың дәрігерлеріне де, комиссиясына да сенбей күдік танытып отыр. Ақтөбенің адамдарына былай айтқанда сене алмаймын уже. Комиссия жағынан, сот жағынан, акимат жағынан, хотя олар білмейді ғой, менің кім екенін, қандай адам екенін. Просто алды да документін апарып тастады, мен артынан сол іс-қимылды. Жақсы, біз Айтжан айтып отыр, мен Ақтөбенің мамандарына сенбеймін деп. Біз Айтжанды Алматыға жібере аламыз ба? Мүмкін, бәрі ол заң түрде. Мұнда медико-педагогикалық комиссияда мамандар жұмыс жасайды. Мен маман емеспін. Ол шектелмеген ғой. Қазақстан Республикасының азаматы қаласа Алматыға барып, Алматының мекемесінде комиссияны өтсін. Мүмкін алматылықтар енді Алматылыққа сенесін, алматылықтарға, иә? Астана бар, иә. Неге сенбеймін мына Ақтөбенің адамдарына? Кезінде мен сізге жақында айттым ғой, мен өтіп жүрдім комиссияны. Мен сіз өткізді комиссияны просто. Мен даже онлайн битпенде қатысқан жоқпын. Органның прокуратура жағынан біледі, ДВД-дің жағынан біледі, Собездің адамдары біледі кезінде. Мен уже жақында шындығын бастап айтып жатсам, например, қалай іште не нәрсе болды, қандай тамақтар болды, қандай условиясы болды, қандай содержаниесі объекаем тұрғындарында қандай болды. Соның бәрін маған қарай қысым қиылды. Бір жылдың ішінде 5 рет па, или 4 рет па өтірік айтпасам, ЦПЗ-ға жіберді. Не ол ЦПЗ деген? ЦПЗ деген әлеуметтік бірінші не психдиспансердің больницасы. Біз барған ба? Иә, сол кратко дейді ғой ЦПЗ. Сол жаққа жібереді. Не істейді ол жақта сені? Не істегенде өтірік жазады, направление психиатрының өтірік жазады, шындық айтып тұрмын, не шындық айтқан үшін направление өтірік жазады, сосын скорыйын шақырады, скорыйын алып кетеді. А мен былай еще кезінде былай да алып кетті, насильно былай қыстасып. А органдарға айтсам, органдар сенеді, но оларға шын факт керек дейді. Дәлел керек дейді. Иә, дәлел керек дейді. Мен таба аламын, айта аламын сізге даже. Жақсы. Енді қандай қысым көрсетті, айтып берші бұрын. Не істеді? Ұрды ма, соқты ма, жұмысқа салды ма? Аяғда сол Гүлбаршын Жекешевтің уақытына түстің ғой. Сол уақытта уже басқа адамдар уже маған қарай қысым жасады тұрғындар. Қысым қалай жасады, соны айтшы. Қысым жасаған кезде мен бір аяқты қолын тартып байлап тастады. Бір аяқты астыға тартып байлап тастады, сосын басқаларды да солай. Сосын мен енді кішкене қорыққан үшін кішкене олардың қастарында жүрдім, көмектесіп, андай көмек керек болса, например, маған қарай или басқаларға қарай. Қандай көмек сұрайды? Пол жуу дей ма, діс жуу дей ма? Пол жуудың да, діс жуудың да бәрін. Документ бойынша мен Яйсанский выпускник деп қойды. А на самом деле мен Алгинский выпускниксің. Құжатта да қате кеткен ба? Иә, құжатта да қате кетті, диагнозда бәрі қате кетті. Олар Айтжанды Алматы немесе Астанадағы комиссиядан өткізгенді қалап отыр. Оған қажетті шығындарды да өздері көтеретінін мәлімдеп отыр. Енді біздің мақсатымыз Айтжанды кез келген өңірдің медициналық комиссиясынан өткізіп, қойылған диагноздың дұрыс немесе дұрыс емесін көзімізді жеткізу. Және де оған қажетті барлық жол ақысында, барлық шығынында өзіміз көтеруге дайынбыз. Біз бұған дейін осы 7 айдан бері әлеуметтік мекеменің басшысына қайталап айтумен келеміз. Тек орталық дәрігерлері комиссия шешіміне сілтеме жасап, әртүрлі сылтау айтып, Айтжанды орталықтан шығаруға теріс ниет танытып, қарсы болып отыр. Не үшін екені, бірақ өзімізде түсіне алмаймыз, себебі Айтжан өзінің сау екенін дәлелдеуге толықтай құқылы. Шындыққа келгенде ол құқықтан шектелмеген. Ол полный имеет право басқа жаққа барып өзінің сау екенін дәлелдеуге. Біз Айтжанның жанашырлары, оның тағдыры дәл жұлдыздікіндей бола ма деп қорқамыз. Сондықтан да Айтжанға көмектескіміз келеді. Бұл жағдай тек бір адамның тағдыры ғана емес, ол қоғамдағы әділдік пен адам құқығы мәселесінің айқын көрінісі. Осы петицияға қол қою арқылы сіз тек өз азаматтық ұстанымыңызды білдіріп қана қоймай, тағдыр тәлкегіне түскен, бірақ әділдікке сенетін бір азаматқа нақты қолдау көрсетесіз. Әр дауыс әділдікке жасалған қадам. Әр қолдау бір адамның тағдырын өзгертуі мүмкін. Сіз бен біз үлкен күшпіз. Бір жұдырықтай жұмылсақ алынбайтын қамал жоқ. Сондықтан да Айтжанның тағдырына бейжай қарамай, оның жүрегіндегі жалғыздық сезімін сіз біз болып қолдау көрсетіп, үлкен үміт сыйлайық. Айтжанға араша ағайын. Аңсатқан жанға жетемде, жетімдер үйін мекенде,
аңса